Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан жасалған, көріп тұрғандарыңыздай арасына сыр қосқан және сыр мен ветчина қосқан таяқшаларды дайындап көрсетемін. Жасалуы өте оңай, өте дәмді. Менің жанұяма ұнады, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жасаңыздар, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Бізге керегі қатпарлы қамыр. Өздеріңіз жасасаңыздар да болады, дүкеннен сатып алсаңыздар да болады дайынын. Және сыр, ветчина. Қатпарлы қамырды жұқа етіп жаямыз. Маған осы екеуіне керегі болған 500 грамм болды, соны екіге бөлдім. Жайып алғаннан кейін және екіге бөлеміз. Жайып алған қамырымыздың үстіне ветчина мен сырды салып, үстіне және екінші қамырмен жабамыз. Екі жақтың көлемі бірдей болу керек. Осылай жауып аламыз. Жан-жағын сәл-сәл ғана бекітеміз. Сондай қатты керек жоқ. Одан кейін көлемін 1,5 сантиметрдей етіп кесіп аламыз түгелдей. Міне, осыдан кейін спираль жасаймыз түгелдей. Қарап алыңыздар, ішіндегі салмамыз түсіп қалмасын. Ақырын осылай етіп спираль жасап аламыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де түсініксіз болса, пікірде сұраңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз маған өте маңызды. Қасында қоңырауды басып қойсаңыздар, менің рецепттерімді жіберіп алмайсыздар, сіздерге хабарлама келіп тұрады. Сіздерге жазылып, лайк басу уақыт алмайды, ал ол менің каналымды дамытуға көмектеседі. Міне, екінші қамырды аламыз да дәл сондай етіп жайып аламыз. Дәл сондай етіп жұқа етіп жаямыз. Қатты жұқа қылып жібермейсіздер, мантының, пельменнің қамырында етіп. Бұны да екіге бөліп аламыз да, бір бетіне сырды саламыз енді. Ветчина болмаса, тек қана сырмен жасай беруге болады. Тіпті болмаса, тәтті жегілеріңіз келсе, арасына қант қосып та жасай беруге болады. Өзінде жасауға болады. Еш нәрсе салмай, өзімен де жасауға болады. Арасына сәл қант қосып жіберсеңіздер. Ал егер де өзін жасаңыздар, қалың етіп, жайып жіберіп жасасаңыздар болады, тек екі қабат етпей. Міне, одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да, түгелдей 200 градусқа духовкамызды ысытып қойып, соған салып 15-20 минут пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы біледі, қарап отырасыздар, қатты күйдіріп алмаңыздар. Тез піседі. Міне, менің таяқшаларым дайын, осындай қылып сіздер де жасаңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.